Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Егер соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біліңіз келсе, онда арнамыздағы подписайтесь және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеороликтерімізді соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. 600 мың теңге беріледі. Сая Манарбековна. Оның айтуынша, күні кеше ғана есіктен енген қасиетті айда Алматыда дін және дәстүр салмақтары сабақтастығын дәлелдейтін ерекше шара өтпек. Алматы орталық мешіті Рамазан айтының құрметіне Жарапазан парти атты бұқаралық байқау өткізуді қолға алды. Бұл туралы Алматының орталық мешіттерінде баспасөз қызметі хабарлады. Жарапазан парти байқауы халқы жалпы халықтың бұқаралық шаралар бойынша саналады. Шараға барлық алматылықтар қатыса алады. Ұмытылса бастаған игі дәстүрлерді қайта жаңғырту, халықты 12 айдың сұлтаны болған қасиетті Рамазанның келуімен сүйіншілеу, сонымен қатар оразаның рухани, моральдық, этикалық тұрғыдан нықылдау, деді Алматының бас имам Төлеби Оспан. Байқау 2023 жылдың 23 наурыз бен 1 сәуір күндер аралығында өтеді. Жарапазан айту өтетін жарыстың қорытындысы 1 сәуір күні шығарылмақ. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.